Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Арадағы біраз уақыт үзілістен кейін сіздермен қайта оралуды жөн көрдім. Ары қарай сабағымызды талдауды бастайық. Каналға әлі де тіркелмеген болсаңыздар, каналдың астында подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта бұдан да пайдалы видеолар салынатын болады. Ал ендеше бірінші сұрағымызға оралайық. Opposites of the adjectives. Яғни сын есімдердің қарама-қарсы мағынасы сөздерін табу керек. Cheap, арзан, expensive, қымбат. Rare, сирек, common, жалпы, ортақ деген мағынаны білдіреді. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Weak, әлсіз, powerful, күшті. Quiet, тыныш, noisy, шулы. Dangerous, қауіп, safe, сақтау. Екінші сұрақ. Compound noun, яғни күрделі зат есім. Күрделі зат есім бұл жерде етістікпен және предлогтың екеуінің қосындысынан туындап отыр. Turn дегеніміз етістікпен аударылған кезде бұрылу деген мағынаны білдіреді. Over дегеніміз жоғарыда деген мағынаны білдіреді. Етістікпен предлог екеуі бірігіп, яғни бұл жерде зат есім тудырып тұр. Turnover бұл жерде айналым деген мағынаны білдіреді. Мысалы, белгілі бір уақыт аралығында бизнес саласы бойынша жүргізілген ақша айналымы, бизнес саласындағы. Яғни осындай айналым деген мағынаны білдіреді. Келесі сұрақ. Some indefinite pronouns, яғни белгісіздік есімдігіне байланысты екен сұрақ. Бұл жерде some деген қойылады, себебі бұл белгісіздік есімдік саналатын да, саналмайтын да зат есімнің және көпше түрде де, жекеше түрде де келетін зат есімдердің алдына қойылады, бірақ әр қойылған кезінде өзінің ережелері бар, талаптары бар. Енді бұл жерде soup дегеніміз сорпа. Яғни суп, Anna has some soup in her bowl. Яғни Аннаның тостағында сорпа бар деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл жерде some саналмайтын зат есімде алдында қолданғандықтан some сөзі бұл жерде аударылмайды. Келесі сұрақ. Models that express general advice. Яғни жалпы ақыл кеңес беру мақсатында қолданылатын модаль етістіктері should және ought to. Келесі сұрақ. Conjunctions of time clause. Яғни уақытты білдіретін жалғаулықтар as soon as, тезірек, whenever, кез келген уақытта деген мағынаны білдіреді. Келесі сұрақта reporting verb plus that. Бұл жерде admit болады. Келесі unreal, I wish. Яғни I wish дегеніміз өтіп кеткен іс-әрекетіміз қайтадан орындалмайтын білген кезде, яғни іске аспайтын ситуацияда unreal дегеніміз іске аспайтын ситуацияда қолданылатын іс-әрекет. Мысалы, I were younger, яғни мен қайтадан жас болғанымда ғой деген мағынада. Және қазір тағы да бірнеше мысалдар келтіремін. Мысалы, I wish it was Saturday. Сенбі болғанын қалаймын. Яғни бұл мысалда сол сенбі күні бұл адамда, яғни қуанышты күн болған, сол күнді қайтадан келгенін қалаймын деп тұр. Тағы бір мысал, I wish I didn't have so many problems. Яғни менде көп қиындықтар болғанын қаламаймын деген мағынаны білдіріп тұр. Сонымен қатар if only деген бізде тағы да осындай unreal situation'да қолданылатын конструкция бар. Бұл да осы I wish'тің синонимі. Мысалға, if only I could go to the party. Мен театрға бара алсам ғой деген мағынаны білдіреді. Келесі сұрақ. Choose the relative clause of reason. I know a real cause why he has chosen this project. Болады. Жауабы келесі сұрақтікі present simple passive, яғни осы шақтың ырықсыз етісі формуласы am, is, are, verb 3 or verb ed. Келесі сұрақ. Contrasting discourse markers. Яғни қарама-қарсы ойды білдіретін
жалғаулықтар болып табылады. Although, however дегендеріміз. Мысалға, although he's very tall, he wasn't accepted into basketball team. Оның бойы ұзын болса да, оны баскетбол командасына алмады деген мағынаны білдіреді. Келесі сұрақ. Our traits are inherited from our parents. Яғни present simple passive voice. Мағынасы біздің қасиеттеріміз біздің ата-анамыздан қалған деген мағынаны білдіреді. Келесі сұрақ. Both plural and singular noun. Бұл жерде spacious, бұдан басқа да зат есімдер бар, яғни жекеше түрде де, көпше түрде де өзінің формасын өзгертпейтін зат есімдер, яғни жекеше түрде де, көпше түрде де осылай жазылады. Deer, sheep, fish, trout, swine, aircraft, means. Келесі сұрақ disjunctive questions бойынша екен, яғни анықтаушы сұрақ бойынша. It isn't dangerous, is it болады. Ал мынау сөйлемнің басында басталып жатқан мынау сұрақтың түріне қараймыз. It is деп басталса, яғни сөйлемнің соңында is it болып аяқталады. Және are they are болатын болса, are they болып аяқталады. Яғни the modal verb for prohibition mustn't. I found plenty of information about robots on this website. Келесі. Both transitive and intransitive verb open. Келесі сұрақ модалитістіктеріне байланысты. She a healthy lifestyle. She lived until she was 100. Must have had етістіктер қойылады. Conditionals are used to express a real or very probable situation in the present of future. Болашақта іске асуы мүмкін іс-әрекет first conditionals. Келесі сұрақ. Choose a current quantifier. Iron has managed to pass any of her exams so far. They moved to the city center, so немесе that they could be close to their office болады. A negative sentence. Neither nor бойынша екен. Neither Mark бас әріппен жазылу керек адам аты. Neither Mark nor Peter like horrors. Марк та Питерге да қорқынышты фильм көрген ұнамайды. The third conditional describes the imaginary results of past events which never happened. Stative verb, it means non-progressive. Яғни ағылшын тілінде сезімді білдіретін кейбір етістіктер осы шаққа байланысты болса, ing жұрнағы жалғанбайды. Яғни болып жатқан белгілі бір процесті білдірмейді. Осындай етістіктің бірі бұл жерде desire, яғни тілек. Future simple is used for predictions based on evidence. Much can be used with baggage. Сұрақ. Verbs followed by gerund and infinitive with no or little difference. Like, hate, love, prefer. Яғни осы етістіктер герундиде де, инфинитивте де қолданады. Яғни кішкене айырмашылықтары бар қолданысында. Дегенмен герундиде, инфинитивте де қолданатын етістіктер. Келесі. We use sounds like your friend, a nice guy. Active pronouns which, that, way, why, who, whose. Келесі сұрақ past continuous'ның ережесі берілген, енді соны табу керек. We use it for getting a scene in or giving background in a story. Келесі сұрағымыз too many is used in. There is too many bars of chocolate болады. There are too many apples for two people болады. Next question. Irregular verbs in the past simple. Went, took, bought, gave, had. And the uncomfortable noun phrase. Breath of air. Ауамен тыныстау. Regular adjectives. Large. Find the correct sentence. We admire the rising sun. Find the opposite of fade. Fade өшу, turn up, қосу, көбейту деген мағынаны білдіреді. Келесі сұрақ герундий және инфинитив. Екеуінің қайсысы
дұрыс, соны табу қажет. We know he avoids GM food. Яғни герунди тудыратын бізде етістіктер бар. Соған қараймыз. Avoid, mind, suggest, keep and mean. Демек біздің сөйлеуіміз герунди. Eating деген сөз таңдалады. It's a party came to meet her at the airport. Nobody would. Choose the question expressing permission. Are we allowed to use the phone? An appropriate relative pronoun. I don't understand the reason why. Ben is always stressed. Келесі сұрақ. Change, come, try, take сөздерінің өткен шағы. Past simple. Change, changed, come, came, try, tried, take, took болады. Gerund is used after the verb with preposition. Agree, adverb of degree, absolutely. A right version of a reported question. What's the weather like down there? The astronauts asked. The astronaut asked what the weather was like down there. Келесі сұрақ. Complete the sentence if only for past wishes. If only you had told the truth. Сен шындығыңды айтқаныңда ғой деген мағынаны білдіреді. We left for Алматы 2 days ago, didn't we? Tag question. Келесі сұрақ. Finish the proverb. Мақалды аяқтаңыз дейді. Too many cooks spoil the broth. The superlative form of adjective. Unpleasant. Яғни көп буындысынесін болғандықтан the most unpleasant болады. She was completely taken by him and agreed to give him all her money. Take in болады. The story of person's life is biography. Келесі сұрақ. Complete the sentence. Сөйлемді аяқтаңыз дейді. He болғандықтан has-ға қарайсыздар. Has been washing his bike for an hour. For an hour да бұл жерде кілттік сөз. A person who commits a crime, murder. Қылмыскер, қанішер деген мағынаны білдіреді. Келесі. Verb followed by verb plus ing form admit. Admit герундиде қолданылатын етістік. The definition of look for сөзінің анықтамасы, яғни іздеу, to search for somebody or something. Relative pronoun which. Келесі сұрақ. Герунди немесе инфинитив екеуінің қайсысы қолданылады, соны дұрыс табу керек. Айман was clearing the debris from the road when she stopped some water, яғни drinking болады. Яғни stop дегеніміз герундиде қолданылатын етістік. The correct preposition among the sheep, the present simple passive to be plus verb 3 or verb ed. Abstract noun formed with suffix boredom. Жалығу, зерігу деген мағынаны білдіреді. Келесі сұрақ. Choose the sentence with causative form. She has baked her house decorated recently. Compound adjectives good looking. Choose a sentence with a relative clause. The house where I live is not far from school. The right form of future tense. A new VK headset will be released. Future simple passive. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін астындағы подписаться батырмасын басып қойыңыз. Және қоңыраушаны басып қойсаңыз, келесі видеодан хабарлама келіп тұратын болады. Тест тапсырушыларға баршаңызға сәттілік. Алла зейіндеріңізді ашып, пайдалы білім болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.